Жеңіске жеткізетін кітаптар каналындағы алғашқы кітап «Тонкое искусство пофигизма». Мен бұл кітапты алғаш рет 2018-дің жазында оқып шығып, санамда кішігірім революция орнаған еді. Кітаптағы негізгі ойларды мен 4 пунктке бөлдім. Олар біріншісі жетістікке жету туралы, екіншісі заманауи құндылықтар туралы, үшіншісі проблемаларға көзқарас туралы, ең соңғысы өлім туралы ойлар. Кітаптың іші бірден түсінуге қиындық тудыратын цитаталарға толы, кейбір сөздерді орыс тілінде айта беретін боламын. Қазақшаға аударған кезде ол сөздердің мағынасы жоғалып кетеді. Сонымен алғашқы ой жетістікке жету туралы. Бастайық. Жарнамалық роликтер әлеуметтік желілерде кең таралған. Әдемірек бол, басқадан күштірек бол, танымал бол, нәтижелі бол, басқалардан қалып қойма деген түсініктер сені өзіңнің кемшіліктеріңе көбірек көңіл аудартады. Өзіңді бақытты, әдемі, сыйлы, табысты, тартымды сезінбегендіктен өз кемшіліктеріңе қысыла бастайсың. Сені қарапайым адам ретінде де жақсы көруге болатынына сенбейсің. Айнаның алдына келіп, өзіңді успешный адам ретінде елестетесің. Визуализация дейтін түсініксіз жаттығуларды жасайсың. Ақша табудың жаңа жолдарын іздейсің. Бұның барлығы барыңды бағалаудың орнына өзіңде жоқ нәрселерді армандау, қиялдау, сол жетіспейтін нәрселердің артынан қууға алып келеді. Шынайы бақытты адам өзін мен бақыттымын, мен күштімін деп сендірмейді. Оған ол қажет емес. Себебі ол онсыз да бақытты екенін біледі. Өзіне сенімді адам өзінің сенімділігін өзіне дәлелдемейді. Себебі ол онсыз да өзінің сенімді екенін біледі. Барлығы көрініп тұрады. Соңы. Осы уақытқа дейін сенде әртүрлі аффирмациялар, визуализациялар, карта желаний, доска визуализация сияқты түсініксіз соңғы нәтижесі белгісіз жаттығуларды орындап жүрген боларсың. Ол жаттығулардың белгілі бір деңгейде пайдасы бар, бірақ бір кемшілігі сенде бар заттарға көңілің толмай, өзіңді қалай барсың солай қабылдай алмай, жоқ заттарға босқа ұмтылуға итермелейді. Менің санамдағы алғашқы революция осы болды. Жалғастырайық. Мэнсон позитивті тәжірибеге қарағанда негативті тәжірибенің берер пайдасы үлкен деп санайды. Бұл жерде түсіндіре кету керек, позитивті тәжірибе дегенім сенің жетістігің, ал негативті тәжірибе сенің сәтсіздіктерің. Автордың жазуынша осындай сәтсіздіктер жетістіктерге қарағанда пайдалырақ. Шынымен де сәтсіздікке ұшырап, тәжірибені көбірек жинаймыз. Алайда неге екені түсініксіз сәтсіздіктерден қашып кетуге тырысамыз. Барлығы жақсы шықса екен, идеальный болса екен деген ой жүреді. Егер сәтсіздік туындаса, қынжыла кетеміз. Осы ойды сіңіргеннен кейін мен де сәтсіздіктерге қарапайым дүние ретінде қарай бастадым. Сәтсіздікке ұшырасам, тіпті қуанатын болдым. Кітаптағы ең керемет ойлардың бірі бұл өмір өзі қиналудан тұрады. Байлар байлықтары үшін қиналады, кедейлер кедейліктері үшін қиналады. Жалғыз қалған адамдар жалғыздықтары үшін қиналады. Отбасы бар адамдар отбасындағы проблемалар үшін қиналады. Қиналу мен ауырсынудан құтыла алмаймыз. Оларға қарсы тұрудың да қажеті жоқ. Соңы. Бұл жерде егер түсініксіз болып жатса, қиналу дегеніміз ол страдание, ал ауырсыну дегеніміз ол боль. Жетістікке жету қазіргі таңдағы ең мейнстримді тақырып болып кетті. Успешный успех, успешность деген түсініктер туралы мына ойларға назар салыңыз. Егер жетістікті қаласаң, өзіңе маған не нәрсе ұнайды, неден ләззат аламын деп емес, мен қандай ауырсынуды қабылдай аламын деген сұрақ қой. Себебі бақытқа жету жолы үлкен қателіктер мен сәтсіздіктерден тұрады. Нәтижені емес, процесті, жүлдені емес, күресті сүйе білу керек. Тек қана жеңіс шыңын емес, сол шыңға шығаратын жолды да сүйе біл. Біздің күресіміз біздің жетістігімізді анықтайды. Нағыз қуаныш осы жолда. Адамның құндылығын оның позитивті жағдайларға емес, негативті жағдайларға көзқарасы анықтайды. Сен өзіңнің қарапайым екеніңді, ұлылыққа жетуің әлі де ерте екенін түсініп, қай жаққа қарай өсу керектігіңді білген кезде ғана саған жетістік келуі мүмкін. Цитата соңы. Жетістік туралы кітаптағы соңғы ойлардың бірі мынадай. Бұл өмірде жетістік және сәтсіздік туралы әркімнің көзқарасы әртүрлі. Сен үшін жетістік болып саналатын нәрсе басқаға сәтсіздік және керісінше. Бір жағдайды жетістік немесе сәтсіздік деп қалай анықтаймыз? Жетістіктің немесе сәтсіздікті анықтаудың қандай критерийлері бар? Оны анықтау деңгейіне жету қиын, бірақ ол ең маңыздысы.
Себебі біздің құндылықтарымыз біздің проблемаларымыздың сипаттамасын анықтайды, ал біздің проблемаларымыздың сипаттамалары өміріміздің сапасын анықтайды. Проблемаларға деген көзқарастарыңды өзгерткің келсе, өзіңнің құндылықтарыңды өзгерт, немесе жетістікті анықтау критерийлерін өзгерт. Цитата соңы. Кітаптағы келесі тоқталатын ойымыз бұл құндылықтар, орысшасы ценности. Кітаптан мына цитатаны келтірейін. Барлығы ләззат алғысы келеді. Кім ләззат алғысы келмейді дейсің? Алайда оны басты құндылық етіп қоюдың қажеті жоқ. Кез келген нашақор адамнан ләззат іздеуінің соңы немен аяқталғанын сұрап көр. Ләззат бұл жалған құндылық. Ләззат алу өмірлік қанағаттанудың ең қарапайым формасы. Сондықтан оған қол жеткізу оп-оңай. Кітапта правильный и гнилые ценности деген түсініктер берілген, оны дұрыс және нашар құндылықтар деп аудардым. Мэнсон нашар құндылықтарға мыналарды жатқызуға болады дейді. Ләззат алу, материалды жетістікке ұмтылу, үнемі өзіңдікін дұрыс санау, әрқашан позитивті настройда болу. Әрі қарай кітаптан үзінді оқимын. Демек, нашар құндылықтар мен дұрыс құндылықтарды ажырата білуің керек. Егер құндылықтарың дұрыс болса, жетістікте келе бастайды. Дұрыс құндылықтардың мысалдары: адалдық, өзіңді және өзгелерді қорғай білу, мейірімділік, қарапайымдылық, шығармашылыққа ұмтылу. Ал нашар құндылықтарға тағы да мысалдар келтірсек, билікке ұмтылу, зорлық-зомбылық, үнемі позитивте жүру, үнемі назарда болу, барлығына ұнауға тырысу, жануарларды өлтіру. Дұрыс құндылықтар ішкі деңгейде жүзеге асады. Нашар құндылықтар сыртқы факторларға тәуелді дейді Марк Мэнсон. Келесі бір цитата: жетілудің негізгі мәні де осыда жатыр. Дұрыс құндылықтарды жоғары қойып, дұрыс істер туралы көбірек уайымдау қажет. Егер де сен не нәрсе туралы уайымдауды дұрыс таңдасаң, проблемаларың да сапалы бола бастайды. Ал егер проблемаларың сапалы болса, өмірің де өзгере бастайды. Біз проблеманы өзіміз таңдаған кезде ерекше шабыттанып тұрамыз. Ал егер проблемалар бізді таңдаса, өзімізді бақытсыз және әлсіз сезінеміз. Біз оқиғалардың желісін басқара алмаймыз, бірақ біз бұл оқиғаларды қалай түсінетінімізді, өзіміздің оқиғаға деген реакциямызды басқара аламыз. Проблемаларың үшін жауапкершілікті ала білу оның шешімінің алғашқы қадамы. Цитата соңы. Керемет ойлар. Бұл кітапты оқығанға дейінгі менің негізгі құндылықтарым тезірек көтерілу, ақша табу, қатарының алды болу, тек менің ойым дұрыс, өмірден ләззат алу деген сияқты болған. Санамдағы кезекті революция бұл дұрыс құндылықтар қоя білу болды. Бұдан кейін менің құндылықтарым түбегейлі өзгерді. Келесі цитата: құндылықтарыңды өзгерткен сәттен бастап, яғни қаңғыруға қарағанда білім алу маңызды. Кім көрінгенмен сөйлесе бергенше отбасы құрған маңызды. Ақша табуға ұмтылғаннан көрі, адамдарға пайда беретін іс жасау маңызды екенін түсінген сәттен бастап, өміріңнің барлық салаларында төңкеріс басталады. Сондықтан өзіңді іздеме және өзімді танып білдім деме. Цитата соңы. Енді біз проблемаларға жаңаша көзқарас пунктіне де келіп жеттік. Әрі қарай тек кітаптағы цитаталарды оқитын боламын, түйінін өзің жасарсың. Адамзаттың ең үлкен проблемасы проблемалардан қашу. Өмір алма-кезек проблемалардан тұрады. Бір проблеманы шешіп, келесі проблеманы тудырасың. Проблемасыз өмірге үміттенбе. Ондай өмір жоқ. Тек жағымды проблемалар бар, өмірге үміттен. Ақшалай проблемалар Уоррен Баффетта да бар. Ол проблема болмыжда да бар. Бірақ Баффеттің проблемасы сәл жағымдырақ. Бақыт проблемаларды шешкен кезде келеді. Проблемаларды шешу, міне бақытқа апаратын жол. Проблемалар қайтып келе береді, олардан қашып кете алмаймыз. Сен үйленген адам, ол сен ұрысатын адам. Сен сатып алған үй, сен ремонт жасайтын үй. Сенің арманыңдағы жұмыс, сенің стресстеріңнің қайнар көзі. Жалпы сенің проблемаларыңда асқан бір ерекшелік жоқ. Өзіңді қайталанбас тұлға ретінде санауды қой. Өзіңе шынайы көзқараспен қара, өзіңді бір ерекше жертва санауды доғар. Немесе тек қана сенің жолың болмай қала беретіндей ойлама. Ал мына цитатаны дәптеріңе міндетті түрде жазып ал.
Кез келген істегі жетістік мыңдаған сәтсіздіктерден құралған, және сен жететін жетістіктің үлкендігі сен қанша рет сәтсіздікке ұшырағаныңа негізделеді. Егер біреу саған қарағанда бір нәрсені жақсырақ жасап жатса, демек ол саған қарағанда сәтсіздікке көбірек ұшыраған. Ал егер біреу саған қарағанда бір нәрсені нашар жасап жатса, онда ол сен сияқты көп сәтсіздікке ұшырамаған, сенің басыңа түскен өмір сабақтарын алмаған. Өте керемет. Осы цитатаны оқығаннан кейін өзімнің кумирлеріме бір сәт шолу жасадым. Менің саламда менен де үздіктер бар екені анық, ал олардың құпиясы неде деп ойлаған сайын осы цитатаны есіме аламын. Одан да керемет келесі ойға тоқталсақ, боль, яғни ауырсыну, ол процестің бір бөлігі. Бұл ауырсынумен бірге өмір сүруді үйрен. Өзіңе жаңа құндылық таңдау арқылы сен өзіңе жаңа ауырсыну, яғни боль таңдап аласың. Оны бағалай біл, одан кейін оған қарамай әрекет жаса. Қол қусырып отырма, бір нәрсе жаса, жауаптар келеді. Жалпы жетістіктің стандартын әрекет деп қоятын болсаң, ал шабытты марапат ретінде алатын болсаң, сен алға жылжи аласың. Біз сәтсіздікке сабырмен қарай бастаймыз. Сәтсіздік бізді әрі қарай итермелейді. Егер де бір нәрсе істе деген қағида сенің жетістігіңнің жалғыз критерийі болып табылса, олай болса, сәтсіздік те сенің алға жылжуың болып саналады. Цитата соңы. Көбінесе біз үй, көлік, қымбат ұялы телефонды, шетелде демалуды жетістіктің стандарты басты критерий ретінде қоямыз. Бұл заттардың бізде жоқ екенін байқаған сайын өзімізді төмен санай бастаймыз. Ал егер де жетістіктің басты стандарты әрекет ету болып саналса, демек сенің сәтсіздігіңнің өзі жетістік болып саналады. Себебі сен стандарт ретінде оны әрекет қойдың. Жетістіктің стандарты ретінде әрекетті таңдағаннан кейін сенің сәтсіздігіңнің өзі үлкен жетістік болып саналады. Кез келген бастау алған тіршіліктің соңы өлім болса, Марк Мэнсонның кітабының да соңын өлім туралы ойлармен аяқтайды. Цитата. Нағыз өмірді сүріп жатқан адам қазір-ақ өле салуға дайын. Қайталап оқиын. Нағыз өмірді сүріп жатқан адам қазір-ақ өле салуға дайын. Ал сен қазір-ақ өле салуға дайынсың ба? Келесі ой, өзіңнің бәрібір де өлетініңді түсіне алу маңызды. Себебі осы түсінік сені бос, мағынасыз, арзан өмірлік құндылықтардан арылталады. Көптеген адамдар күнделікті артық доллардың артынан қуалап жүреді. Сәл де болсын өзіне назар алып қалғысы келеді. Өзіне деген сенімділікті, оларды халық сүйетініне және өздерінің дұрыс екендігіне сенімділікті қуалаумен жүреді. Цитата соңы. Шынымен де өлім деген өте қорқынышты. Мен жоғарыдағы ойды 2017 жылы түсінген едім негізі өлім туралы. Ол кезде менің өмірімде өлімге және өмірге қатысты үлкен революция болған еді. Бірақ ол туралы қазір кеңінен айтпай қояйын. Келесі ойды жалғастырып оқи берейін. Алайда, өлім біздің алдымызда одан да қиын әрі маңызды сұрақ қояды. Сен өмірді сәл де болса өзгеше, сәл де болса жақсырақ қыла аласың ба? Қандай із қалдырасың? Африкада қанатын қаққан көбелек Флоридада дауыл тудыра алады деседі. Сен өзіңнен кейін қандай дауылдар қалдырасың? Бәлкім бұл өмірдегі жалғыз маңызды сұрақ сияқты. Алайда біз ол туралы ойланғымыз да келмейді. Біріншіден, ол сұрақ қиын, екіншіден қорқынышты, үшіншіден біз өзіміздің не істеп жатқанымызды әлі түсінбейміз. Бақыттың бір ғана кілті бар. Ол сенен үлкен басқа бір нәрсеге қамқорлық жасау. Адамдарға шынымен де маңызды нәрсені жасап жатқанына сену. Және сенің өмірің үлкен бір ұлы процестің бір бөлігі екенін сезіне білу. Дәл осы сезім адамдарды соғысқа итермелейді, отбасыны тәрбиелеуге көмектеседі, пенсия жинауға, жолдар салып, ұялы телефондар ойлап табуға итермелейді. Кітаптың соңын авторда мен де мына бір ғана цитатамен аяқтаймыз. Ойландырарлық цитата. Барлығымыз өлеміз, барлығымыз. Міне нағыз шоу. Осының өзі бір-бірімізді жақсы көруге итермелейді, бірақ итермелемейді. Біз қорқып жүреміз және күнделікті күйбең тірлікке батып кеткенбіз. Чарльз Буковский. Достар, егер де бұл аудиоподкаст сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, аудиоподкастты достарыңызбен бөлісіңіздер. Осылай сіздер каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосасыздар. Келесі подкастта кездескенше.
Жеңіске жеткізетін кітаптар каналындағы алғашқы кітап «Тонкое искусство пофигизма». Мен бұл кітапты алғаш рет 2018-дің жазында оқып шығып, санамда кішігірім революция орнаған еді. Кітаптағы негізгі ойларды мен 4 пунктке бөлдім. Олар біріншісі жетістікке жету туралы, екіншісі заманауи құндылықтар туралы, үшіншісі проблемаларға көзқарас туралы, ең соңғысы өлім туралы ойлар. Кітаптың іші бірден түсінуге қиындық тудыратын цитаталарға толы, кейбір сөздерді орыс тілінде айта беретін боламын. Қазақшаға аударған кезде ол сөздердің мағынасы жоғалып кетеді. Сонымен алғашқы ой жетістікке жету туралы. Бастайық. Жарнамалық роликтер әлеуметтік желілерде кең таралған. Әдемірек бол, басқадан күштірек бол, танымал бол, нәтижелі бол, басқалардан қалып қойма деген түсініктер сені өзіңнің кемшіліктеріңе көбірек көңіл аудартады. Өзіңді бақ